Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен YouTube каналымда осындай үйге киетін аяқ киім тоқуды үйрететін боламын. Міне, осындай табан, осындай дайын петлялармен, өзінде дайын, базарда арнайы сатылады. Табанның басқа түрлері де болады. Сыртқа арналған аяқ киімдерге, үйге арналған, мынау сыртқа арналған аяқ киімге де болады, үйге де болады. Қазір мен сіздерге осының қалай тоқылатынын көрсететін боламын. Бұл жіп иран жібі, жууға да болады. Енді тоқып бастайық. Мына менде табан 40 размер. Өйткені 39 размерге тапсырыс алған болатын. Енді 39-ға 40 размер аламыз. Тоқыған соң кішкене кішірейеді. Сол үшін 39 размер болады бұл. Ал 38 тоқитын болсаңыздар, 39 размерде табан алсаңыздар болады. Иран жіп. Міне иран жібі. Менде осындай. Иран жібін екі қабаттап тоқитын боламыз. Екі қабаттап тоқимыз. Примерно мен сіздерге қазір айтам. Осылай қия тұрған петлядан санаймыз. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші. 6-шыдан бастауға болады, немесе 7-шіден бастауға болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мен 7-шіден бастаймын. Осылай кружогымызды өткізіп аламыз. Жіпті былай. Осы жерден шығарып аламыз жіпті. Осылай шығарып аласыздар. Мына қысқа жіпті мына жаққа жібересіздер. Қазір тоқыған кезде бірге тоқып кетесіздер. Жіпті шығарып алдым. Тағы да жіпті орадым. И осылай. Жіпті орадым. Мына жіп астында қалу үшін. Тағы да бір петля көтеремін. Жіпті орадым. Көтеремін. Тартасыздар. Кішкене қатты тартып тоқуға тура келеді. Бірінші қатарда бір петляға біреу тоқтым. Осы тура тоқыған жерге тағы қайтадан кружокты кіргіземін. Қысқа жіпті былай қалдырасыздар астында. Мына қалдырасыздар. Ұзын жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Екеу болды менде. Тағы да бір орап, осы екеуінен бірге шығарасыздар. Келесі петляға кіргіземіз. Келесіне кіргіземіз. Ұзын жіпті шығарамыз. Осылай екеу болды. Енді ораймыз. Тағы да мына екеуінен бірге, кешіріңіздер. Мына екеуінен бірге. Екеуінен бірге шығарамыз. Тура осы жерге тағы да бір петля. Ораймыз. Екеуінен бірге шығарамыз. Мына жіп осылай қалады, мына жақта арасында қалып кетеді. Тура осылай тартып тоқисыздар. Мына әр петляға екеуден мынаған екеу, мынаған екеу, мынаған екеу, мынаған екеу. Дәл осы қарама-қарсы тура осы жерге дейін айналдырып, осылайнан тоқитын боламыз. Мына жағына тоқымаймыз, ал бас жағынан айналдырып тоқып өтеміз. Мына жаққа дейін тоқып өтеміз. Екеу тоқыдым. Келесі шығарамыз. Менде столға қойып тоқығаннан өзім қолыма алып отырып тоқығаным ыңғайлы. Енді әркімге қалай, менің өзіме солай ыңғайлы. Қазір кішкене ыңғайсыз болып, мына жерде видеоға түсіру үшін столдың үстіне қойып отырмын. Сол үшін қолыма ыңғайсыз болып жатыр. Түсінген боласыздар, әр петляға екеуден дедім. Жіпті екі қабаттап тоқисыздар. Бір емес, екі. Бір өте жіңішке болып кетеді. Түсінбеген жерлеріңіз болса, немесе қояр сұрақтарыңыз болса, WhatsApp нөмірімді қалдырып кетем астында. Соған жазып сұрауларыңызға болады, немесе тапсырыс бергілеріңіз келсе жазсаңыздар болады. Әр петляға екеуден өте оңай. Бұл бірінші қатары бізде. Бірінші қатарды осылай тоқып шығыңыздар. Тура дәл осының жанына дейін
қарама қарсы осының тура жанына дейін тоқуымыз керек. Әр петляға екеуден. Міне мен бірінші қатарын тоқыдым. Тоқып болдым, айналып осылай мына жерге дейін келдім. Енді осы жерде тағы да бір рет орап, бір тізбек жоғарыға көтереміз. Енді бұлай айналдырамыз тәпішкімізді. Осылай тұрады. Келесі қатарымызға міне осылай орайсыздар, күршікқа осылай орайсыздар. Мына тұрған келесі петляға кіргізіп, жіпті шығарасыздар. Күршікті қазір бізде 3 жіп, үшеу, соның екеуінен бірге шығарасыздар. Екеуінен бірге шығарамыз. Тағы да орап, тағы да екеуінен бірге шығарамыз. Тағы да ораймыз. Келесі петля мыналар. Міне 1, 2, 3, 4 осыларға кіргіземіз. Тағы да ораймыз. Мына жерге кіргіземіз. Жұмыс жіпімізді шығарамыз. Бізде 3 жіп күршікті. Екеуінен бірге шығарамыз. Екеу қалады тағы да. Екеуінен тағы да бірге шығарамыз. Қатты бос тоқымаңыздар. Қатты бос тоқсаңыздар, аяқ киім созылып кетуі мүмкін. Қатты бос тоқымаңыздар. Слишком қатты тартып тоқымаңыздар. Екеуінен бірге шығарамыз. Екеуінен бірге шығарамыз. Сыртқа арналған аяқ киімдердің жіптері басқаша болады. Енді нако, шолк, сол жіптерден тоқиды. Үйге осы иран жібінен тоқимыз. Келесіге тағы да кіргіземіз. Енді бұл қатарды біз айналмаймыз, айналып тоқымаймыз. Өйткені бұл бізде қазір басы ашық аяқ киім тоқып отырмыз. Үйге арналған. Қай жерге дейін екенін мен көрсететін боламын сіздерге. Осы қатарды тоқисыздар. Осылай әр петляға. Бұл жолы әр петляға біреуден. Мынаған біреу, мынаған біреу, мынаған бір-бірден басына дейін, басы ашық қалатын жерге дейін, осы жерге дейін тоқимыз. Осы жерге дейін тоқып келіңіздер. Мен де міне осы жерге дейін тоқып келдім. Мен де примерно шамаменен қалдырсаңыздар болады, басының өзі ашық жерін. Қазірше осы қатарды тоқып басына дейін жетіп алайық. Осылай болып шығады бізде. Міне мен екінші қатарымды аяқтадым. Басы осылай осы жерден қалдырдым. Ашық міне. Екінші қатарымыз бұл. Енді екінші қатарда бізде қазір тағы бір қатар тоқимыз. Бұлай жіппен теңестіріп көрсеңіздер де болады. Қазір бірдей бастаған кезде тура келіп тұр ма, жоқ па. Қазір екінші қатарын тоқып көрсетемін. Бізде тойыз үшінші қатар. Бірінші қатары табанға тоқып аламыз. Екінші қатары мына жер. Енді тағы да үшінші қатарын тоқимыз. Үшінші қатар міне екінші қатарды соң петлясына келдім. Тағы да бір петля. Соңғы петляны тоқып қойған, тағы да бір петля көтереміз жоғарыға қарай. Тәпішкін айналдырып
тағы да мына жаққа осылай тоқитын боламыз. Кіргіземіз, күршекті 2 жіп шығарамыз. Күршекті 2 жіп шығарамыз. Мұны кіргіземіз, жіпті, жұмыс жібін аламыз. Күршекті 2 жіп. Осыдан тағы да жұмыс жібін шығарамыз. Кішкене тартып тоқыңыздар. Менде күршек нөмірі негізі қазір 2-мен тоқып отырмын. Күршек нөмір менде 2-мен тоқып көрдім. И 2,5-мен тоқып көрдім. 2,5-мен де 3-пен де тоқсаңыздар болады. Мен 2-мен де тоқыдым. Омен тоже әдемі шықты. Негізі 2,5-3 жақсы. Осы қатарды соңына дейін осылай тоқып шығасыздар. Келесі беткі жағын қай жерден бастап қалай тоқу керек екен көрсететін боламын. Осы қатарды соңына дейін тоқып шығайық. Так, қыздар, мен жаңаға тоқып бастаған қатарымды аяқтадым. Осылай болды. Енді бұл қатарды міне соңғы петлясын тоқыдым. Бір петля жоғарыға көтереміз де жіпті осы жерден қиып тастайтын боламыз. Жіпті осы жерден қиып тастаңыздар. Ең соңында тоқып болған соң арасына жасырып жіберетін боламыз. Осылай шығарасыздар, тартып қалады. Енді келескі беткі қатарын тоқу үшін мына жақтан емес, ішкі жағынан бастағандырсыз. Өйткені қазір біз мына жаққа қарай барамыз и ізімізге тағы бір қатар қайтамыз да осы жерден үсті жағын қалай тоқып басталды көрсететін боламын. Соңғы қатарымыз осы жақтан аяқталса, өйткені бас жағынан бастап тапшкамыздың үст жағын тоқитын боламыз да. Сол үшін ішкі жағынан бастаған дұрыс. Енді осылай салыстырып көріңіздер жіппен. Дәл осы жерге. Мына. Тура осы жерді ішкі жағынан бастаймыз. Ол үшін дәл осының турасынан бастау үшін былай салыстырып көрсеңіздер болады. Мына қатарымызды біз мына петлядан бастадық. Міне, көрініп тұр мына жерден. Енді мына жағын тура осы петляның турасында петлядан бастаймыз. Өйткені сан айырмашылықтары болуы мүмкін. Сан айырмашылықтар неден болады? Бізде тапчкада дайын петлялар бар ғой. Сол петлялар екі жағы бірдей болмайды. Сол үшін дәл осының турасынан өлшеп алып тоқыған дұрыс. Мен дәл келе ма деп санап көрдім. Дәл келмейді. Мына жағында көп, мына жағында аз. Былай қарасаң бір-біріне тура келеді. Главный сан емес, главный екі жағы бірдей болу керек. Біз осы жерден бастаймыз. Мен сіздерге бір-екі қатар тоқып көрсетемін. Соң түсінікті болады деп ойлаймын. Соңғы қатарына дейін тоқып көрсетуге ұзақ уақыт алады. Қазір бір-екі қатар бастап көрсетемін. Тапшканың соңғы қатарында көрсететін боламын. Қазір басын көрсетемін. Міне бізде қысқа жіп қалады. Мына жақта осылай. Ұзын жібімізді шығардық. Тағы да бір петля көтереміз. Осылай көтереміз. Тағы бір петля. Мына тартасыздар қысқа жіпті. Енді екінші қатарымыз қалай тоқылғанын көрсеттім ғой. Дәл солай көшоққа жіпті ораймыз. Мына келесі петляға кіргіземіз. Мына қысқа жібіміз ортада қалып кету керек. Ұзын жұмыс жібін шығарамыз. Жұмыс жібін шығарып аламыз. Екі жіптен бірге шығарамыз. Тағы да екі жіп қалады бізде. Тағы да екі жіптен бірге татып шығарамыз. Тағы да дәл солай.
келесі петляға кіргіземіз. Жіпті орап күршекқа, бізде күршекта 3 петля, 2 жіптен бір шығарамыз, тағы екеуінен бір шығамыз. Соңына дейін осылай тоқимыз. Соңғы петляға дейін осылай тоқитын боламыз. Екінші қатарым бітті. Мені дәл осылай үстіңгі соңғы қатарды тоқып шығамыз. Бір петля көтереміз. Тапшықамызды алдырып, жерге тағы да былай тоқып шығамыз. Осылай тоқып шығыстыр. Ең соңғы петляға дейін осылай тоқимыз. Екінші жағының екінші қатарын тоқып, үшінші қатарын тоқып болдым. Мен мына дәл бір жағы қалай тоқылды, екінші жағы да солай тоқылады. Енді біз мына жаққа келгенде осы жерге қазір көрсетем. 18 тізбек, бос тізбектер жоғарыға қарай. Міне, кәдімгідей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 бос тізбек. Менің 18 терген себебім, менде қазір 39 размер. Егер сіздерде 37, 38, 36 сондай размер болса, осы бос тізбектер 18 емес, 16 болса болады. Ал 39 размерге мен 16 тізбек қылып көрдім. Маңдайы кішкене тарлау болып қалды. Сол үшін 18 қылдым. Енді осылай тоқып келдік. Жаққа екі жағын бірге біріктіреміз. Ол үшін жақты тұрдық қоймын. Бірінші тізбекке кіргіземіз күршігімізді. Мына жұмыс жібін тартып шығарамыз. Екеуінен бірге. Мына жіптен де бірге шығарамыз. Қазір мен қайта көрсетейін. Міне, бірінші тізбектен мына жұмыс жібіміз тартып шығарасыздар. Бірге, екеуінен бірге. Мына жақтағы тізбектен де бірге тартып шығарамыз. Тарттық. Осы жерді бұлай тартасыздар. Кең қылып тартасыздар. Міне, тапышканы ішіне кіргіземіз. Айналдырып, бұлай алып келеміз. Осылай алып келеміз де, мына жұмыс жібімізді тартамыз. Міне, бізде осылай болды. Осы жерден түйілді. Енді мына жібімізді мына жақта түйдік қой осылай. Осылай түйдік қой, жібіміз мына жақта. Енді бұл жіпті жай ғана былай мына жағына өткіземіз де, осылай екеуін бірге қосып қазір тоқитын боламыз. Мына жақ бетінен бірінші, екінші, үшінші тізбекке кіргіземіз. Төртіншіге кіргізсеңіздер де болады. Мен үшіншіге кіргіздім.
жұмыс жібімізді татып шығарамыз осы жерден. Осы жерде өлшеп аласыздар. Міне осылай болу керек. Тура осымен бірдей бос болып кетпеу керек и қатты тартылып қалмау керек. Тағы да өлшеп болған соң тағы бір тізбек көтересіздер. Енді бір тізбек көтересіздер деп. Осылай өлшеп алып, тағы бір тізбек осы жерде көтереміз. Енді кружокқа жібімізді айналдырамыз. Осы екеуінен бірге. Бұлай кружокта үшіп, екеуінен бірге. Бірінші тізбек тоқылды. Екіншісін дәл солай орайсыздар. Екеуінен бірге ұстап тұрып осылай. Екеуінен бірге, тағы да екеуінен бірге. Екеу болды бізде, енді үшіншісі. Екіншісі болдық, енді үшіншісі. Екеуінен бірге, тағы да екеуінен бірге. Тағы да орайсыздар. Екеуінен бірге. Дәл осындай тізбектен бізге осы жерге 18 тоқу керек. Қазір менде 4 болды. 18 болғанша тоқыңыздар. Қазір менде 5-шісі. Бес. 6. Менде бірінші қатарды болдым. Менде мына жерде 18 болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Енді мына жағымен бірге біріктіреміз. Дәл мына жағынан да үшеу санаймыз. 1, 2, 3, үшіншіге кіргізесіздер. Сырт жағынан кіргіземіз. Жұмысшымызды шығарамыз. Мына петляға осыдан да шығарамыз, тартамыз. Тура басында қалай жасадық, тапшкаға кішкене ұзартып, тапшканы айналдырып өттіріп, жұмыс жібін тартасыздар. Бірінші атамыз бітті. Бізде мына жерде 18, мына жағын дәл жаңада айналдырып болдық. Енді тағы да жібімізді мына жаққа алып өтеміз. Тағы да мына жағынан бастайтын боламыз. Екіншісінде дәл солай үшеу санаймыз. 1, 2, 3. Көріп тұр ма? Міне 1, 2, 3. Үшіншіге кіргіземіз. Мына жақты өлшейміз. Қалай болып тұр? Бос болмау керек и қатты болмау керек. Енді тағы да жібімізді ораймыз. Бір петля көтердік, алып тұрып. Мына жерде ашықтық көрініп тұр, сол жерге 2 рет тоқимыз. 1, 2. Келесі мына жерден екеу қалдырып кетеміз. 1, 2. Екеуін қалдырып кетеміз. Үшіншіге кіргіземіз. Ішіндегі жіпті бірге тоқыңыздар. Тағы да орап кіргіземіз, ораймыз. Тағы да жұмыс жібін шығарамыз. Бір жерге екеу. Тағы да сол жерге кіргіземіз. Тағы да орап, тағы да тоқимыз. Тағы да екеу қалдырамыз. 1, екіншісін қалдырамыз. Үшіншіге ораймыз. Осылай тоқимыз. Екеуден. Тағы да екеу қалдырамыз. Үшіншіге тоқимыз. Екеу қалдырамыз. Үшінші тесікке тоқимыз. Әр ашықтыққа 2 реттен тоқисыздар. 2-2-ден сөзі осылай арасы ашылады. Ораймыз. Біреу, екеу қалдырамыз. Үшіншіге тоқимыз.
осылай соңына дейін 2-2-ден тоқып шығасыздар. Барлық қатарда осылай болады. Келесі қатарда да тура осылай болады. Қазір осыдан кейін тағы бір қатарын көрсетемін. 2-2-ден. Соңғысында ашықтыққа тоқимыз 2-2-ден. Болдым. Екінші қатарды тағы да 3 санаймыз. 1 2 1 2 3. Үшіншіге кіргізіп, жұмысшының жібін тағы шығарып, тағы да жаңағыдай түйетін боламыз. Мынадан да шығарасыздар. Осылай шығарамыз. Ұзын қылып шығарып алыңыздар. Осылай айналдырып өткізіп түйеміз. Бітті екінші. Тағы да жіпті мына жаққа өтіргізесіздер. Тағы да өлшейміз. Тағы да тура дәл солай. Дәл солай. 3 санайсыздар. 1 2 3. Мына жақтан бастайсыздар, ана жағында үшіншіге біріктіресіздер. Жұмыс жібін шығарасыздар. Мына жерді өлшейміз. Дәл жетіп тұру керек. Бір петля көтереміз. Тағы да жіпті орайсыздар. Мынаны бірге қосып, мына жақта ашықтық қалып кетпеу керек. Мына жерде бар ғой бір шетінде. Сол жерден бастайсыздар. Осы жерге 2 2. Екіншісін тоқытырым. Екіншісі. Енді тағы да 1 2 санаймыз. Өзі көрініп тұр енді мына. Кіргізсеңіздер. Тағы да 2 мына жерге. Тоже. Екіншісін тоқытырым. Екіншісі. Тағы да 2-ден кейін тағы да 2. 2-2-ден. Ортада 2 қалады. Ортада 2 қалады. 2-2-ден тоқып бара береміз. Тура тапочка біткенше екі жағы бірдей болу керек. Мына екі жағы қосқан кезде есептеңіздер. Мына жақтан бітеді. Соңғы қатары мына жақтан тоқып шығып, мына жаққа қосасыздар. Сол жерден бітеді. Мен сізге соңғы қатарды көрсететін боламын. Қазір мынаны бітіп, мына жақтан үшіншіні санап, үшіншіге біріктіреміз. Қайтадан жібімізді алып өтеміз. Мына жақтан 3 санайсыздар. Үшіншіні тоқып келіп, мына жақтан 3-ін санап, сол жерге біріктіреміз. Дәл солай 2-2-ден әр ашықтыққа. Мына жерге 2-2-2-2. Мына өлшегенде қатты бос болмасын. Қатты бос болса созылып кетеді. Қатты тартып тоқымаңыздар, бос тоқымаңыздар. Орташа болсын. Ендеше дәл мына жаққа дейін тоқыңыздар. Мен соңғы қыздар, мен соңғы тізбектерге келдім. Мына менде мына жағымда 4, мына жағымда 4 қалды. Жібімізді өлшеп аламыз. Соңғы қатарда дәл осылай. Менде бірдей болып шықты міне. Қараңыздар. Мына шетіндегі ашықтарды ұмытып кетпеңіздер. Осы жерлерге тоқылу керек. Мен арасы ашылып әдемі болды. Менде номері екінші кружок болған үшін осындай майда тесіктер пайда болды. Егер номері 3, 2,5-мен тоқсаңыздар, кішкене ашықта болады. Өлшеп аламыз. Қатты тартып тастасаңыздар, келмей қалуы мүмкін размерге. Тағы да бірін шығардық. Дәл солай тоқимыз.
бір, екі. Бұл бізде соңғы қатар. Осыдан соң бекітпе қатарын жасаймыз. Соңғы қатарды да дәл солай түйеміз. Менде жіпте кішкене түйім бар екен өзінде. Түйіп алдық. Тағы да жібімізді мына жағына өткіземіз. Мына жаққа өткіземіз. Тағы да өлшеп аласыздар. Енді күршекті мына табанның өзіндегі петля бар ғой, мына жерден кіргізіп, енді жұмыс жіпті осы жерден шығарамыз. Бұл жолы табанның өзіндегі, ең соңғы қатарын табанның өзіндегі петлядан шығарасыздар. Бірақ мына жағын дәл солай өлшеп алу керек. Соңғы қатарды дәл осылай өлшеп аласыздар. Табанның өзіне өткіздік соңғы петлямызды. Табанның өзіндегі петлядан шығардық. Бір петля көтереміз. Бір петля көтереміз. Осы жерде бір петля көтереміз. Енді әр петляға бір тізбек. Орамайсыздар күршекті. Мына жерде өз петля бар, ашық. Сол жерге кіргізіп, осыны жіпті тартып шығарамыз. Бұл бізде ең соңғы қатар. И орап тоқимыз. Бұлай. Екінші бір-бірден осылай тоқимыз. Бізде бекітпе қатарымыз болады. Осылай. Бұл жерде жіпте кішкене түйім бар екен, өштен кетпейді, арасында қалып кетеді. Білінбей қалады. Әр петляға бір-бірден тоқып шығамыз. Міне, каждый. Міне, көрініп тұр ғой, мынаған бір, мынаған бір, мынаған бір, мынаған бір, бір-бірден солай орамайсыздар. Күршекті кіргіземіз, жібімізді шығарамыз. Осылай тартып, екеуінен бірге келесісіне кіргіземіз, жібімізді шығарамыз. Соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Енді осылай. Көрдіңіздер ме? Соңғы қатар осылай шығады. Соңына дейін тоқимыз.
мына жақтағы басындағы тоқыған жіпті бізге осы жерде қосып жіберу керек арасында қалып кетеді. Міне қосып тоқып жіберіңіздер. Көрдіңіздер ме? Білінбей кетеді. Жасыруға да болады. Негізі петлялардың арасына осылай тоқып жіберуге де болады. Соңғы жақтарына келдік. Соңғы петляларға келдік. Соңғысы. Енді ең соңғы аяқтайтын петлямыз табандағы петляға кіргіземіз. Бұл жақтан осылай тартамыз и мына екеуінен бірге тоқымай бірге шығарамыз. Тағы да ұзартып пушкамыздан ораймыз и былай осылай түйе саласыздар. Осылай түйе саламыз. Қатты тартамыз. Міне соңғы қатар тура мына қатарлардағылай түйеміз айналдырып. Міне бітті менде. Осындай мына жеріне арнайы осындай попынкалар бар, алып жабыстырсаңыздар болады, немесе гүл тоқысаңыздар болады. Мына жібімізді қиып тастаймыз. Кішкене қалдырып қисаңыздар да болады. Қалдырмай мына жерден қисаңыздар да болады. Салған жіпті арасына жасырып жібереміз. Осылай арасына жасырып жібересіздер.